Сәлем, мен Аскербек. Сіздер сұрағандай ұзақтау және өте қызық видеолардың уақыты келді. Бірақ видеоны бастамас бұрын менің сіздерге айтатын бірнеше жаңалығым бар. Ол бірінші жаңалық 16 ақпан күні біздің арнамызға 1 жыл болды. 1 жылдың ішінде шамамен 30-дай видео түсіріп үлгердік. Соның 30 видеоның ішіндегі біреуі 700 мыңнан аса қаралым жинады. Яғни бұл біз үшін үлкен көрсеткіш. Және 1 жылдың ішінде біз жақында 40 мың көрермен жинадық. Бірақ мен одан да көп көрермен жинауға күшім жететініне білемін және сенемін. Егер мен видеоларды тез және көп шығаратын болсам, подписчикмен де одан да көп болатын еді. Сондықтан да бұл менің өзімнің уақытымның жетіспеуінен деп ойлаймын. Ал уақытымның жетіспеу себебі ол ұлттық бірыңғай тестілеудің әсері. Менің барлық уақытымды соған жұмсауым керек. Ал видео, монтаж, сценарий осыған менде уақыт аз. Сондықтан да видеолардың арасы осылай ұзақ болып жатыр. Ұбыты біткесін барлығы бұрындай күшті болады. Мен бұрында бір аптада 2 видео немесе бір аптада 1 видео шығарып тұратын едім. Және тағы да бір қызықты жаңалық бар, бірақ мен оны видеоның соңында айтатын боламын. Сондықтан да күтеміз, видеоны көреміз. Видео сіздерге өте қызықты болады деп ойлаймын. Сәлем, мен Аскербек, және біз адамдар табиғатымыз бойынша өте құмар болып келеміз. Егер дәл қазір мен сізге ақша жайлы айтсам, сіз бірден ойыңызға монетаны немесе қағазын бөлшегін ойыңызға аласыз және үнемі қолыңызда болғанын қалайтын пластик банк картасын ойлайсыз. Түсінгеніңіздей, бұл видео ақша жайлы болмақ, бірақ адамдар ертеде ақша болмай тұрып не істеген және нені қолданған. Адамдар ертеде бартер деген нәрсені қолданған, яғни бартер дегеніміз бір затты айырбастау немесе өз жұмысын айырбастау. Егер сіз неолит заманда өмір сүргеніңізде бартер былай жүретін еді. А адамда балта бар, Б адамда бір қап дән бар. А адамға дән керек, Б адамға балта керек деп қарасақ, оп-оңай айырбастай салуға болады. Бірақ сәтті айырбастау ол 100% сәйкестік. Өйткені А адамға бір қап дән керек, бірақ Б адамға балта керек емес. Яғни бартер болмайды. Сәйкесінше А адам аштан өледі немесе Б адамның басына балтаға да оның дәнін алып қойса да болады. Бірақ бұл мәселені қансыз шешу үшін барлық адамға бірдей керекті нәрсені табу керек. Ал бұл ақшаның жұмыс жасау принципі. Алғашқыда ақша ретінде сиыр, қой, түйе, тағы басқа мал түрлері болған. Бірақ ешкім белін ауыртып әмиянында 15 сиырды көтеріп жүре алмады. Кейіннен каури атты бағалы қауыршақтар жеңіл әрі шағын болғандықтан бірнеше ғасырлар бойы ақша болып қолданылып келген. Онан кейін көптеген жылдар бойы ақша ретінде алтын, күміс, тас, аң терісі, күріш, тұз, бұрыш, шай, ірімшік, марихуана, бисер, пышақ, садақ, тістер қолданылып келген. Азияда алғаш монеталар шамамен 2000 жылдай бұрын пайда болған. Одан кейін қытайлықтар ақшаны аңның терісін жасап көрген. Бірақ ең ыңғайлысы қағазға тоқталған. Қоғам, технология заман дамыған сайын адамдар тіпті қағаз ақшаның өзін ауыр көріп, оны электронды ақшаға айналдырып жатыр. Бірақ электрон ақшаны қоя тұрайық. Егер сіз қағаз ақшалары суретіне қарасаңыз, бір фигураларды бір бейнеге ұқсатуға болады. Бұл құбылысты параидолия деп атайды. Мысалға, бұл Марстың беткі қабаты. Бірақ бұл жерде біз адамның бет бейнесіне ұқсатамыз. Немесе мұны ағаш. Болмаса оның жалаңаш туысы. Қысқасы қағаз ақшаларының өзінде де осы құбылысты байқауға болады. Солардың ішіндегі ең танымалысы бұл $1 типа иллюминаттарға қатысы бар үкі. Бірақ бұл жай сәйкестік. Оны сол ақшадағы дәл фигуралармен салыстыруға болады. Өтінемін, ешқашан иллюминат деген нәрсеге сенбеңіздер. Келесі бізден 1968 жылы Сейшел аралында басылып шығарылған ақша. Егер оны бұрып қарайтын болсақ, пальмалардың құралған секс деген сөзді оқуға болады. Бірден мынаны әдейі біреу жасаған деген ой келеді, бірақ бұл параидолия да болуы мүмкін. Бірақ дәл сол елдің ақшасы енді анықтап қарасақ, бұл жолы скам деген сөз көзге түседі. Ал ол ағылшыннан аударғанда жексұрын деген мағынаны береді. Сәйкестік тым көп сияқты. Қағаз ақша өте көп, өте көп. Соның ішіндегі ең көп тарағаны бұл доллар. Егер сіз доллар тек американдық болады десеңіз, сіз қатты қателесесіз. Олар американдық доллар, мексикандық песо, бразилиялық реал, канадалық доллар, австралиялық доллар. Бірақ ешкім бұл символдың қайдан шыққанын білмейді. Көпшілік дұрыс деп санаған теория американдық революциядан бастау алады. Доллар негізінен испандық американдық песоға негізделген, әрі қарай оны PS-қа дейін қысқартқан. Көріп тұрғаныңыздай, бұл сөз асығыста қысқартылып жазыла берген. Солай екі әріпті бірінің үстіне бірін мінгізіп жазған. Немесе испандық песоның гербында екі вертикаль колоннаға ұқсас. Келесі теория доллардың символы құрама штат деген білдіретін, яғни SU әріптерінен тұрады. Бірақ ешкім доллардың қалай және қайдан шыққанын нақты білмейді. Егер сіз қолыңызда валюта болып, оны қандай символын белгілеріңізді білмесеңіз,
онда мына символды қолданасыз. Ол әлемге кез келген ақша символ атты мағынасымен танымал. Айтпақшы, Елизавета II қазіргі Англияның патшайымы әйел адамдар арасында ең көп бейнеленген ханшайым болып табылады. Оған қоса тек Британияның емес, басқа ұлттарда да бар. Алғаш рет оның бейнесі 8 жасында $20 салынады. Кейіннен Австралияның, Ямайка, Гонконг, Жаңа Зеландия, Кипр, Бермуд аралдарында, Шотландия тағы басқа елдерде бейнеленген. Мына жерде сіздер оның 1935 жылдан бастап өзгерісін байқасаңыздар болады. Адамдар ақшаны қолданып түсінетін жалғыз ағза емес, әлі ешқандай жануар, тіпті айырбастау процесінде қолданып көрмеген. Бірақ мен сіздерді қазір таңғалдырамын. Мысалға, мына экспериментте маймылдар тамақ алу үшін орнына тастарды беру керек дейсіз. Яғни тастар ақшаның рөлін ойнайды. Бірақ дәл сол ақшаға сол жақтағы маймыл қияр алып, ал көршісі дәмді жүзім алып жатқанда, сол жақтағы маймыл әділетсіздікті сезіп, қиярды қайта кері лақтырады. Ендігі экспериментте маймылдарға ақшаға сатылатын әртүрлі тамақты таңдау береді. Алғашында барлық тамақтың бағасы бірдей болғандықтан, олар әрине бананды таңдайды. Бірақ кейіннен олардың сүйікті тағамына бағасы қымбаттағандықтан, арзан тағамды таңдап, максимум тамақ алғысы келген. Бірақ кейде еркек маймылдар тамақтың орнына монеталарын әйел маймылдарға беріп, жыныстық қатынас үшін ақша төлеген. Ал әйел маймылдар ол монеталарға тамақ алған. Вот, біз адамдарды жаман, осындай қылықтар істейді деп айыптаймыз. Табиғаттың заңдарына қарсы жүре алмайсың. $100 ақшадағы Бенджамин Франклин айтқандай, ақша ешқашан адамдарды бақытты қылмайды, бақытты қылмаған. Адамдарға өмірдің өзі байлық. Сондықтан да адамда ақша көп болған сайын, ол оған құмар болады. Тіпті ғылыми зерттеулердің өзі де ақшаның ізіне жүрген адам бұл сарам болып кетеді, яғни оның қайырымдылық жасау пайызы өте аз. Сол үшін барлығы мынаған келіп тіреледі. Адамды қозғайтын екі түрлі мотивация бар. Ол ақшаға деген және бақытқа деген. Сол үшін осы екі заттың арасындағы балансты таба білу керек. Егер сіз бір дүние жасауға немесе мүлде еріншек болып кетсеңіз, сізге мотивация беретін Typical Channel атты арнаны ұсынғым келеді. Онда сізді уақытта бос құртпауға, әрбір секунд, әрбір минут маңызды екенін түсіндіреді. Сондықтан Typical Channel арнасын тіркеліңіз, көріңіз және жақында сол жақта 1000 көрермен жиналған кезде 5000 теңгеге конкурс болады. Ұтқан адамға ол 5000 теңгесін Kiwi арқылы салып жібереді. Сондықтан да барлығымыз тіркелеміз, тезірек 1000 подписчик жинаймыз, 5000 теңгені ұтамыз. Барлықтарыңа сәттілік. Ал әзірше бүгінгі видео, бүгінгі жасаған біздің еңбегіміз, видеомыз сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер ұнаса, лайктарымызды аямай басамыз, міндетті түрде каналға тіркелем және барлығын осы қазір, дәл қазір подписаться деген сөздің қасында колокольчик қоңырау тұрады, соны дәл қазір басып қойыңыздар. Дәл қазір от басып қоймын, күтемін. Менің айтатын бағана соңғы жаңалығым бар деген, қазір соны айтам. Мен қарандар, осындай міне Аскербек шоу дейтін біздің арнамыздың футболкасы. Өте жақсы футболка, материалы синтетика, жер, Аскербек шоу атты біздің логотип және аспандағы тұмандықтар мен жұлдыздар. Саған үлкен рахмет, бізбен бірге бол. Алда өте қызықты видеолар болады. Менің бірнеше идеям бар, мен дайындап жатырмын. Әзірше осы ақша туралы видео сіздерге қызықты болып төлеймін. Егер осы фактілермен достарыңызбен бөліссеңіз, ВКонтакте, WhatsApp, Instagram барлық жақта бөлісеміз. Біздің ВК группамызға тіркелем және менің Instagram парақшама. Мен тек сіздерге Instagramда жауап берем және прямой эфирларда. Әзірше сіздердің болған мен, Аскербек, біз қоштаспаймыз. Сау болыңыздар, пока. Өзіңді дамыт.